Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасында қазақ жыраулар поэзиясының алыбы Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойына арналған «Арқа данышпан» атты кеш өтті. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылып отыр. Кеш барысында көмекей әулие Бұқар жырау Қалқаманұлының толғаулары оқылып, олардың шығу тарихынан сыр шертілді. Қазақ жыраулар поэзиясының алыбы Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойы өз жалғасын табуда. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасында «Арқа данышпан» атты кеш ұйымдастырылды. Бұқар жыраудың осыдан 3 ғасыр бұрын айтып кеткен асқақ рухты, терең ойлы толғаулары әлі күнге өзектілігін, өміршеңдігін жоймаған. Шара барысында жыр толғаулары оқылып, кітап көрмесі мен бейнеслайд жұрт назарына ұсынылды. Әуезов кітапханасында мынандай белгілі адамдарды, қайраткерлерді халқымыздың басын қосып өткізіп, бұл кісінің кім екендігін халқымызға паш етудің алдында жасалып жатқан үлкен шара. Ол өте жақсы шара. Бұқар жырау, енді ол кісі сол уақытта теңдесі жоқ, көмекей жырау деп аталған Абылай ханның сенімді рухани серігі болған адам. Сондықтан да бұл кісі қандай құрметке де лайық. Кейінгі ұрпақ бұл кісіні біле беру керек. Кітапхана қабырғасында Бұқар жырауға арналған кеш осымен 2-ші рет жалғасын табуда. Алғаш рет ақпан айында Алаштың ақылшысы атты кітапхана керуені ұйымдастырылған. Жалпы шараның мақсаты жыраудың еңбектеріне тоқтала отырып, жас оқырмандарды сөйлеу мәдениетіне, елжандылыққа тәрбиелеу болып табылады. Бүгінгі шараның мақсаты жыраудың шығармаларын жас оқырмандарға кеңінен насихаттау, оларды отансүйгіштікке, елжандылыққа және де сөз сөйлеу мәдениетін үйретуге насихаттап жатырмыз. Сондай-ақ кітапханада ұйымдастырылатын әр шараға Ботағара кентінің балалар өнер мектебі де өз үлесін қосып отырады. Аталмыш білім ордасында 2014 жылы алғаш рет Бұқар жырау атындағы жыршы жыраулар сыныбы ашылған көрінеді. Бүгінде мұнда 16 бала дәріс алуда. Бізде Бұқар жырау атындағы балалар ауданда Ботағара кентінде балалар өнер мектебі бар. Сол мектепте жыршы жыраулар сыныбы бар. Онда айтыскер ақын Дидар Қамиев сабақ береді. Сол осы балаларды жыршы жыраулыққа тәрбиелеп, айтысқа тәрбиелеп жатырмыз. Осы бүгінгі келген мақсатымыз халыққа кішкене болсын, осы жас ұрпаққа Бұқар жырау бабамыздың жырын, толғауларын насихаттау. Мәдени кешке 50-ге жуық адам қатысты. Олар қаламыздың зиялы қауым өкілдері, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, жастар ресурстық орталығы, замандас клубы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің инновациялық колледжінің оқытушылары мен студенттері және тұрақты оқырмандар. Шаһарымызда ағымдағы жылы Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына орай халықаралық фестиваль өткен болатын. Дәл осындай дәрежедегі конференция Астана мен Алматы қалаларында да жалғасын табады деп жоспарлануда. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.